Амансыздар ма? Әңгімені тыңдар алдында каналға тіркеліп лайк басып, пікір білдіріп отыруды ұмытпаңыздар. Және әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Мөлдір қаланың шетінде орналасқан шағын, жалдамалы бөлмесінде ескі ағаш үстелдің жанында отырды. Күмең жарық, шам, ұзын көлеңкелер түсіріп тұрды. Ал ағаштың сыртында қараша желі үрлеп, 3-ші курста оқитын болашақ медбикенің арманын жоқтап тұрғандай. Мөлдір адамдарға көмектесу үшін медбике болуды армандайтын. Бірақ әр күн тіршілік үшін күреске айналған еді. Дәрістен кейін ол ыңғай кафесіне жүгіретін. Онда даяршы болып жұмыс істейтін. Ыстық бәлішпен сорпа таситын. Жалақысы аз еді. Бірақ одан артықты армандайтын мүмкіндігі болмады. Туысы жоқ жетім қыз өзін-өзі қамтамасыз етуге үйренген. Бұл кеш Мөлдір үшін ерекше ауыр болды. Жұмыстағы ауысым қиын өтті. Бір мас келуші тәрелкені сындырып, оған айғайлаған. Ал қожайын ыдыстың ақшасын оның жалақысынан ұстап қалды. Үйіне келген соң Мөлдір төсегіне құлап түсті. Бірақ ұйқысы келмеді. Ол балалар үйінен қалған жалғыз естелік ескі суреттерді ашты. Бір суретте жылы жымиған әйел нәрестені құшағына алып тұр еді. Артындағы жазу: менің кішкентайым 2003. Мөлдір бұл әйелдің кім екенін білмейтін, бірақ онымен ерекше бір байланыс бардай сезінетін. Ол күрсініп, альбомды орнына қойды. Ертең жалдау ақысын төлеудің амалын табу керек. Әйтпесе үй иесі оны қуып жіберемін деп қорқытқан. Мөлдір ұйқыға жатты. Тағдыр оған үлкен бір өзгеріс дайындап қойғанын білместен. Келесі күні Мөлдір әдеттегідей сұрғылт қараша таңымен оянды. Бөлмесінің жұқа пердесінен күн сәулесі әрең сығырлап тұрды. Ол асығыс киініп, 3-ші жыл қатарынан тозған, шынтағы созылып, түймесі түсіп қалған ескі күртешесін киді. Дәліздегі айнадан оның бозарған жүзі, көзінің астындағы қара дақтары көрінді. Ұйқысыз түндер мен үнемі аш жүрудің белгісі. Мөлдір күрсінді. Шашының ұйпа-тұйпасын түзетіп, дәптер салынған сөмкесін алып университетке бет алды. Аудиторияда ол әрдайым көзге түспеуге тырысатын. Артқы қатарда отырып, ескі киімі мен шаршаған көзқарасын ешкім байқамаса екен дейтін. Курстастары демалыс жоспары мен жаңа киімдерді талқылап жатқанда Мөлдір үнсіз анатомия кітабын ақтарып, соның артында жасырынып отыратын. Бірақ осындай қарапайымдылықтың өзінде оның мейірімі кез келген сөзден артық сезілетін. Ол артта қалып қойғандарға тақырыпты түсіндіретін, сабақтан қалғандарға дәптерін көшіруге беретін. Кейде тек тыңдап, адамды жеңілдететін. Жергілікті ауруханада практика кезінде Мөлдір науқастар үшін нұр шашқандай еді. Қарт әжелерге жастықты түзеп беретін, орнынан тұра алмайтындарға су апаратын, бәрімен сөйлесетін, тіпті үнемі тоңып жүретін анатомия пәнінің қатаң оқытушысы бір күні Мөлдірдің қамқорлығына желінді. Оның шәй алып келгеніне ризашылықпен жымиды. Сабақтан кейін Мөлдір әдеттегідей ыңғай кафесіне асықты. Жолы алғаш жауған жұқа қар жапқан тар көшелермен өтетін. Ол басын төмен салбыратып, желге қарсы тез адымдап бара жатты. Жел беттен аяздай осып, көзін жасауратып жіберді. Бір көшенің қиылысында келе жатқан Мөлдірдің көзі қабырғасына жабыстырылған хабарламаға түсті. Қара әріптермен анық жазылған: плазма тапсырсаңыз 50 000 аласыз. Мөлдір сілейіп тұрып қалды. 50 000. Бұл айлық жалдау ақысының жартысына жуық. Оны қарыздан құтқарып, сәл де болса тыныс алуға мүмкіндік беретін сома еді. Жүрегі кеудесіне симай соға бастады. Ол қалтасынан ескі қойын дәптерін алып, суықта дірілдеген саусақтарымен көрсетілген мекен жайды жазып алды. Сол сәтте оның ішінде қорқыныш пен үрей арпалысты.
бірақ үміт жеңді. Бұл оның мүмкіндігі еді, жіберуге болмайды. Қан тапсыратын орталық қаланың шет жағында, қабырғасы ескіріп, сылағы түсіп қалған қызыл кірпіш үйде орналасқан екен. Ішке кіргенде антисептик пен сыздың иісі сезілді. Қабырғаларға донорлықтың пайдасы жайлы плакаттар толған. Бірінде жарқыраған көзді жас қыз қолында алғыс хатын ұстап күлімсіреп тұр. Мөлдір өзін сол бейтаныс қызбен еріксіз салыстырды. Ана өмірге толы көрінді, ал өзі шаршаған көлеңке, бойында еш қуат жоқ. Бірақ кері шегінетін жол қалмаған. Ол тіркеу үстеліне жақындады. Оны көздері шаршаңқы бірақ мейірімді, сәл көмескі күлкісі бар егде медбике қарсы алды. Мөлдір дірілдеген қолмен анкетаны толтырып, көзілдірікті салқын мінезді дәрігердің қысқа тексеруінен өтті. Ол тіпті дұрыс қарамай, қан қысымы туралы бірдеңе күбірледі. Ақыры оны ескі тозығы жеткен кресло тұрған процедура бөлмесіне кіргізді. Мөлдір медбикенің жабдықтарын дайындап жатқанын бақылап, бойын белгісіз мазасыздық билеп бара жатқанын сезді. Бірақ артқа қарауға тым кеш еді. Бірінші рет пе, жаным, деп сұрады медбике Мөлдірдің қобалжыған көзқарасын байқап. Дұрыс, жұмсақ еді. Анасындай қамқорлық үнін естіді. Бұл Мөлдірдің өмірінде қатты жетіспейтін нәрсе болатын. Қорықпа, ауыртпайды, ал ақша қазір саған керегі ақ. Я, деді жай ғана Мөлдір, егжей-тегжейін айтқысы келмей. Ол көшеде қалудан қорқатын, кейде қарнын аш күйде ұйықтайтынын, тамақтан үнемдейтінін айтқысы келмеді. Оның орнына ине тамырға кіріп бара жатқан сәтке қарап, осы ақшаның бір айға жететінін ойлады. Процедура шамамен 1 сағатқа созылды, бірақ Мөлдір үшін уақыт қою шәрбаттай баяу өтті. Ол көзін жұмып, пәтер ақысын төлеп жатқанын, дәріс дәптерін жаңадан сатып алып жатқанын, тіпті өзіне кішкентай шоколад алуға рұқсат бергенін елестетті. Кішкентай ғана, бірақ сондай қымбат қуаныш. Барлығы аяқталған соң медбике жүгітті шешіп, оған конверт ұсынды. Мөлдір далаға шыққанда басы сәл айналды, бірақ кеудесін жылы леп басты. Ол ескі кірпіш қабырғаға сүйеніп, конвертті ашты да ішіндегі ақшаны санады. 50 000 теңге. Ұқыпты саналған ақша, жаңа өмірдің уәдесіндей. Бірінші рет Мөлдір шын жүректен күлді. Жасанды емес, өзіне арналған. Жел бұрынғыдай шашын ұйтқына қарамастан енді суық болып сезілді. Оның үміті бар еді, кішкентай бірақ аса маңызды. Ол сол мүмкіндікті қос қолымен ұстап қалуға бел буды. Бірнеше күннен кейін Мөлдір пәтерақыны төледі, аздаған азық-түлік сатып алды, тіпті шайға, тәттілер алуға да мүмкіндік тапты. Мөлдірдің өмірі енді ғана бір арнаға түскендей көрінді. Бірақ бір кеште ол қарақұмық пен сәбізден қарапайым кешкі ас дайындап жатқанда кенет телефон шырылдады. Экранда бейтаныс нөмір шықты. Мөлдір ұйқыдайы күйде тұтқаны көтерді. Сәлеметсіз бе, Мөлдір ме? Деді қобалжулы дауыс ар жақтан. Менің атым Есенгүл. Мен Астаналық медициналық институттың дәрігерімін. Біз сіз тапсырған плазманы зерттедік және өте ерекше нәрсе таптық. Мөлдір қасық ұстап тұрған күйінде сілейіп қалды. Не айтып тұрғанын түсіне алмады. Есенгүл оның ДНК-сына миллион адамның біреуінде ғана кездесетін сирек генетикалық марка табылғанын түсіндірді. Одан да қызығы, бұл марка белгілі ғалым профессор Санжар Айдарұлымен туыстық болуы мүмкін екенін көрсетті. Ол көп жыл бұрын өз қызымен байланысын жоғалтқан екен. Бізге кездескен жөн, деді дәрігер. Бұл сіздің өміріңізді түбегейлі өзгертуі мүмкін. Мөлдір не дерін білмей бірдеңе күбірлеп тұтығып қойды. Жүрегі аттай тулап тұрды. Белгілі ғалыммен туыстық бұл ертегі сияқты еді. Бірақ ішкі түйсігі бұл шындық болуы мүмкін екенін сездірді.
Ол суреттерді күлімдеген әйелдің фотосын есіне алды. Мүмкін он анам шығар. Келесі күні мөлдір бұл қоңырауды елемеуге болмайтынын түсінді. Бар дүниесін жинап, елордаға билет алып, беймәлім сапарға аттанды. Оны вокзалда Есенгүл қарсы алды. Аласа бойлы, қысқа, қара шашты, жанарында өткірлік бар әйел. Келгенің жақсы болды, деді ол мөлдірді көлікке қарай бастап. Санжар Айдарұлы сені күтіп отыр. Түні бойы ұйықтамады. Сараптама нәтижелерін білгенде қатты толқыды. Мөлдір ескі пойыздың шеткі орындығында отырды. Пойыз баяу, елордаға қарай жылжып бара жатты. Терезеден жұқа қар жапқан сұр далалар сырғылт өтіп жатты. Ішке дымқыл мен арзан темекінің иісі сезілді. Мөлдір сөмкесін құшақтап, оны беймәлім дүниеден жалғыз тірегі етіп ұстады. Бұған дейін ол ешқашан туған қаласынан шықпаған. Ал енді тек әңгімелер мен теледидардан білетін Астана оған алып, үрейлі әлем болып көрінді. Бірақ одан да қорқыныштысы алдағы кездесу еді. Бәрі қате болса ше, ешкім оны күтіп отырмаған болса ше. Ол сонша жыл жалғыздықты оқу мен жұмыс арқылы ұмытуға тырысты ғой. Ал егер оны суық көзқарасымен қарсы алып, шатасу болды десе ше. Бұл ойлар оның санасында күзгі жапырақтай айналып жатты. Мөлдір көз жасын сүртіп отырды. Олар еріксіз ағып жатты. Вокзалда шу, машинаның даусы, жарқыраған жарықтар. Мөлдір сәл тұрып қалды. Өзін сол үлкен әлемде кішкентай адасқан адамдай сезінді. Бірнеше минуттан кейін Есенгүл көрінді. Қысқа, қара шашты, қатал болса да жылы жүзді әйел еді. Мөлдір үнсіз ғана бас изеді. Айтар сөз тамағына кептеліп қалды. Оның жүрегі үміт пен қорқыныштан қатты дүрсілдеп кетті. Институт сұр тастан салынған биік терезелері бар алып ғимарат болып шықты. Мөлдір үнсіз қызығушылықпен ұзын дәліздермен жүріп келе жатыр. Ауада ескі кітаптар мен антисептиктің иісі еді. Бір жерде алыстан тұнжырағап шыққан дауыстар мен аяқ дыбыстары естілді. Есенгүл мөлдірді жетелеп келе жатты. Ал қыздың тынысы әбден адамбаған сайын ауырлай берді. Соңында олар ауыр ағаш есіктің алдында тоқтады. Табличкаде профессор С. Айдарұлы деп жазылып тұрды. Есенгүл есікті қақты да мөлдірді ішке өткізіп жіберді. Кең кабинет ішінде қағаздар мен ғылыми журналдарға толы үлкен үстел басында сұңғақ бойлы, шашы ағарған ер адам отыр еді. Оның жүзі жылдар жүгін көтергендей әжім басқан. Бірақ жанары шаршағанымен үміт оты жоғалтпаған. Есік алдында тұрған қызға қадала қарап тұрды. Ол ақырын орнынан тұрып, қаламын қойып, мөлдірдің алдына қарай бір қадам жасады. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Мөлдір қозғалуға дәрмені жетпей, қолы дірілдеп, тамағына тығылған түйінді жұта алмай тұрып қалды. Сен анасына қатты ұқсайсың, деді ер адам күбірлеп, даусы дірілдеп шықты. Бұл сөздердің ішінде сондай бір нәзіктік пен жан ауыртар мұң бар еді. Мөлдірдің жүрегі шым етті. Ол кімді айтып тұрғанын нақты білмесе де жүрегі сезіп тұрды. Сөз анасы туралы. Сол суреттегі жылы жүзді әйел. Есенгүл айтқандай, бұл Санжар болатын. Ол орындыққа жайғасып, мөлдірді қарсысындағы орынға отыруға ишарат етті. Сөйлеуге кірісті. Әрбір сөзі мөлдірдің жанына салмақ түсіріп жатқандай еді. Ол жас кезінде ғылымға берілген жас ғалым болған. Оның сүйіктісі Айша аспандай көк көзді, жүректі жылытатын күлкісі бар ару еді. Айша жүкті екенін білгенде бақыттан жүзінде шапқан ойнаған. Бірақ қыздары дүниеге келген соң оның денсаулығы күрт нашарлап кеткен. Ауруы емделмейтін болып шықты. Бірнеше айдан соң Айша өмірден өткен. Сержан жалғыз қалды, қолында нәресте. Мен
Дайын болмадым, деді ол көзін төмен салып, үстел шетін ұстап. Қорықтым, өзімді әлсіз сезіндім. Балама қажетті өмірді бере алмаймын деп ойладым. Сол үшін мен сені балалар үйіне өткіздім. Уақыты келгенде мықтырақ болғанда қайта табармын деп сендім. Бірақ жылдар өтіп жатты. Мен сені іздедім. 20 жылдан асты. Күн сайын ойладым. Қайдасың, қандай болдың деп. Ал енді міне сен менің алдымда отырсың. Даусы дірілдеп үзіліп кетті. Ол үнсіз қалды. Көңілін басуға тырысты. Мөлдір қозғалмай отырды. Көзіне жас тығылды. Оның жүрегінде реніш пен аяушылық, жалғыздық пен үміт күресіп жатты. Ол балалар үйіндегі жылдардың еске алды. Түнде ескі ойыншықтарды құшақтап ұйықтап, біреудің келуін аңсаған, бірақ ешкім келмеген. Ал енді міне алдында өзін әке деп таныстырған адам отыр. Оның әр сөзі шынайы естілді. Бұл шындық болса ше, деп қорықты Мөлдір. Мен сенен бірден әке деп айтуды сұрамаймын, деді Санжар, оның ішкі күйін сезінгендей. Мен сені тастап кетіп, саған ауыртпашылық әкелгенімді білемін. Бірақ қазір мен саған көмектескім келеді. Сенің арманың бар екенін көздеріңнен көріп тұрмын. Сол арманыңды орындауға көмектескім келеді. Маған бір мүмкіндік берші. Мөлдір жүрегінің шым ете қалғанын сезді. Ол мына адамның құшағына еніп, өмір бойы аңсаған жылулықты сезгісі келді. Бірақ ол сәтті бойына сенімсіздік биледі. Ал егер ол қайтадан жоғалып кетсе ше? Ал егер бұл уақытша жанашырлық қана болса, ол да өтіп кетсе ше? Ол көз жасқа толы жанарын көтеріп, былай деді. Маған ойлануға уақыт керек. Санжар үнсіз бас изеді. Оның көзінен мұңның елесі жып етіп өтті. Осы уақыт бойы есік жанында үндемей тұрған Есенгүл Мөлдірдің иығына ақырын қолын қойып, оны кабинеттен шығарып алып кетті. Олар ұзын дәлізбен өтіп, институт жатақханасына келді. Мөлдірдің бөлмесі әлдеқашан дайын еді. Бөлмеде жалғыз қалған қыз жіңішке кереуетке құлап, басын жастыққа тыға жылады. Ұзақ уақыт ішінде бүккен көз жастары енді тоқтаусыз ақты. Ол жалғыздығын, ешқашан көрмеген анасын, жылдар бойы ішінде тұншыққан ауыртпашылығын ойлап жылады. Бірақ ол жылаудың тереңінде, жүрегінің бір түкпірінде кішкентай ғана үміт оты жылт етіп тұтанды. Бәлкім, бұл оның өміріндегі жаңа кезеңнің бастамасы шығар. Арман болған отбасының иесі болуға мүмкіндік беретін сәт шығар. Бірнеше аптадан соң Мөлдір Астанадан қалуға және Сержанның көмегін қабылдауға шешім қабылдады. Сержан оның оқу ақысын төледі. Шағын пәтер жалдап берді. Тіпті оған зерттеу орталығына жұмысқа орналастырды. Мөлдірдің өмірінде алғаш рет шынайы тірек пайда болды. Бірақ ең үлкен жаңалық әлі алда еді. Оның қанындағы генетикалық марка жаңа дәрі ойлап табуға кілт болып шықты. Ғалымдар бұл марканы бұрын жазылмайды деп есептеген сирек ауруларды емдеуге көмектесу мүмкін екенін анықтады. Мөлдір осы жобаға қатысатын топтың мүшесі болды. Ол тек оқып қана қоймай, адам өмірін сақтап қалуға үлес қосты. Санжар оған тек әке емес, нағыз ұстаз болды. Бұрын қол жеткізгісі келетін ғылым мен медицинаның әлеміне жол ашты. Ол Мөлдірді тек ғылымға емес, адам болып қалуға да үйретті. Жүрек қайтарып кететін заманда мейірімді болуға баулыды. Күн сайын кешке зерттеу орталығындағы жұмыстан кейін ол ескі фарфор шәйнектен шәй демдеп, Мөлдірмен жастық шағы туралы әңгімелесетін. Ғылымдағы алғашқы қадамдар, қол жетпес арман, кейде бәрінен бас тартқысы келген сәттер туралы айтатын. Бірақ ол бәріне қарамастан алға жүре берген. Мөлдір бұл әңгімелерді жүрегі дүрсілдеп тыңдайтын. Екеуінің арасында көзге көрінбейтін, сенім мен түсіністіктен құралған ерекше байланыс қалыптаса бастағанын сезді. Сержан Мөлдірдің табандылығымен мақтанатын, оның әр ісінен көрініс тапқан шексіз мейірімен мақтанатын.
мөлдір тіпті ең қиын күндерде де науқасқа жымиып қарап, жастығын дұрыстап беріп, өзгелерге өзі аңсаған жылулықты сыйлай алатын. Ал мөлдір оның шаршаған бірақ туғандай көрінетін көздеріне қарап отырып, өз тағдырының оған екінші мүмкіндік бергенін түсіндірді. Бұл мүмкін тек балалықта армандаған отбасы ғана емес, бүкіл әлемге із қалдыруы мүмкіндігі еді. Өзінің мейірімімен, еңбегімен жылдар өтті, баяу бірақ тоқтамай. Мөлдірдің өмірі өзгерді. Ол бұрынғыдай жасқаншақ қыз емес, енді ол жарты әлемге аты шыққан сенімді дәрігер еді. Мөлдір Санжар басқаратын зерттеу орталығында жетекші маман атанды. Оның медицинаға қосқан үлесі өлшеусіз болды. ДНК-сындағы сирек генетикалық марка негізінде жасалған дәрі нағыз ғылыми серпіліс еді. Бұл дәрі үміттері үзіліп, шарасыз күйде қалған мыңдаған адамдарға өмір сыйлады. Мөлдір жиі өз өміріндегі сол алғашқы сәтті еске алатын. Пәтерақы төлеу үшін плазма тапсырған күнді. Сол кішкентай үмітсіздіктен туған қадам оны осындай ғажайып нәрсеге алып келеді деп кім ойлаған? Енді оның есімі халықаралық конференцияларда аталды, ғылыми журналдарда мақалалар жазылды. Бірақ мөлдір сол баяғы қарапайым қалпында қала берді. Оның шын бағалағаны марапат емес, қарапайым сәттер еді. Ол үшін ең қымбат нәрсе науқастарының алғысы, әлсіз қолдармен оның алақанын ұстап, дірілдеген дауыспен айтылған жылы сөздер болатын. Ол бақытты сәтті кішкентай баланың алғаш рет сырқаттан айығып, аулаға жүгіріп шыққанынан тапты. Немесе ұзақ уақыт немерелерін көремін деп үміттенбеген қарт ана оларды құшақтап көз жасымен рахмет айтқан сәттен. Осындай сәтте ешбір медаль бере алмайтын жылулықты сыйлайтын. Ал мөлдірдің жүрегі ең жақын адамы Сержан еді. Оның үнсіз мақтанышы, жұмсақ мақтау сөзі, кез келген қиын сәтте жанынан табылуы мөлдірдің тірегі болды. Ол мөлдірдің өз-өзіне сенімсіз болған сәттерінде, бәрін тастап кетсем келет деген күндерінде қасында болды. Әкесі оған деген сенімін мөлдірді алға жетеледі. Кешкі уақытта кабинетте жалғыз отырып, терезеден қаланың жарықтарына қарап, мөлдір бұрынғы өмірін еске алды. Балалар үйінің суық бөлмелері, аштықпен өткен түндер және жалғыздық, өміріндегі жалғыз серігі болған уақыт. Ол кезде бәрі бітті деп ойлайтын. Бұндай өмір ешқашан өзгермейді деп сенетін. Бірақ енді ол білді, ең қиын күндерде ғажайыпқа жетелейді. Егер сенім жоғалмаса, алға қарай жүре берсең, тіпті кішкентай қадамдармен болса да. Мөлдір әр сәттің, әр күннің, әр жылы көзқарастың құнының түсінуді үйренді. Бұл оның өміріндегі ең үлкен қазынасына айналды. Ал жанында бір адам болды. Ол енді оның жай ғана қан арқылы емес, жан арқылы да әке деп атай алатын. Бұл өмірдің мөлдірдің жүрегіне сыйлаған ең үлкен кереметі еді.